Саламатсыздар достар, бүгінде бізде 6-шы бөлім басталып отыр. Міне мен кровать жасадым, енді саған ұйықтаймыз. Наконец-то мен ұйықтай аламын. Ұйықтамаған қай заман. Күшті мясоларды пісіріп нетіп ұйықтайық. Так. Ого, қанша тау. Бізде тамақ бар өзімізде. Дейтін тамақтарымыз толып тұр деп айтуға да болады бізде. Бізде жаз тауық бітейін деді, тауық екеу болды. Тауық бізге де керек, достар. Тауықсыз біз қалай өмір сүреміз, сол. Ойланайық дегенде. Бізде едалардан нормально көп деп айта алмаймын. Бірақ бізде шошқалар көп өкінішке. Бізде өңкей шошқалар. Шошқалар неде көп, не екен білмеймін. Кеттік. Так. Бізде осы скелеттерін шаршамайды, шынымды айтайын. Тамақ. Мен тамақсыз кетсем скелет. Ой. Шақты таптым, достар. Бұл менің бірінші шақтам ғой, ондай өзім тапқаным. Орын болдым. Жарайды. Бұл шақтада бізде өз бір нәрсе бар ма, жоқ па? Бар екен. Бірақ мен оған тошына барғым кеп тұрған жоқ, бірақ бары керек. Камендар қалды ма? Үйден бір камендар алып кете салу керек еді. А то бір, екі, үш, төрт, бес. Так, кішкене бір жарық. Бірінші угіл қазылмасы. Звуктар маған ұнамайды ауыр. Палкалар істеп алайық өзімізге. Енді біз өзіміздің өтеде ғой мынау шақтан. Мына жақта немен естеймін. Мына жақта баятанан қойдым. Кішкене от пайда болды. Неменен зомбилардың ана жақта қайда жоғы? Кірперін. Енді сен жетіспеп едің кім? Паук. Бері келме. Паук. Сенің арқаңда білесің бе? Жаман бола болса. Өздерінше маған келіп бара жатыр ғой. Осы крипер жаман жеп көрем. Тамақ жеп алмасам. Мұны жақта дым көрмейді просто шы. Қашан бірінші железімізді табамыз өз. Мұна жақтан. Блин, достар.
видеоны жалғастыра берейік. Бірақ енді бізге біздің заттарымызды табу керек болады ғой. Зомбидің арқасы ғой. Бұны криперің алысқа ұшырып фигу етті ғой мені. Бұл болмайды, достар. Тағы да бір шанс беріңіздер. Бұл болмайды ғой, өмірінде бір рет өлтіріп. Бір шақты көріңіздер ме? Бір бұл жердің қаншалықты апасын екенін. Енді блоктар жоқ қой, мына жағын қалай шығамын енді мен? Өзің біл деп маған айтасың. Ғасыз ғой осындай нелер шығасың. Жаңағы жерге жеттім. Ана жақта жатыр ғой менің заттар. Бүкіл заттарымды алып алу керек. Тамағым бар еді. Хоть бір тамағым. Тағы бір тамақ. Печ. Көрінбейді, достар. Көрінбейді, қай жақтан келіп жатыр. Ана паук келіп жатыр, менен алар. Достар, мен мына жақта что-то... Мен мына жақта точно прожить ете аламын ба? Мына жақта менің бір топорым жоқ, ағаш. Менің 4 тал тамағым қалды. Не, ана пауктардың келіп жатыр. Блин. Балан. Чихуаха. Ана паукты қараңыздар. Ана жақта мен перстағым тұр ғой. Ал болайық. А? Так. Сен тупойсың ба? Жоқ. Қайдан білем? Сен шығарсың деп. Оу. Бұл жақта сматывать ету керек қой. Жоқ. Достар, мына жақта қиын. Достар, және маған жаман болып отыр. Бұл шақта маған ұнамайды. Слишком дәл. Бұл шақтадан заттарымды аламды. Кетем. Де өлейіндеп тұрмын. Осындай бір шақталар болмаса. Онындай шақталары қайдан. Паниктаға болып. Қарасаңыздар шынын шақтан. Хоть заттарым қалыпты.
Жаңартты заттарын жоғалтып жібердің ғой мен. Киркам. Прикол, менің факелдарым әлі. Әлі менің факелдарымды табу керек қой. Не, олар төбеде екен ғой кішкене. Төбеге қарай шашатып кел. Топорым қалмады ма негізінде бұл жақта? Достар, айттым ғой міне. Мына жақта сматывать ету керек қой. Ұйықтап алайық, атау қазір. Енді біздің... Привет, 40 алды. Достар, бұл 6-шы бөлім. Айтудан өтіп кеттім. Біз 6-шы бөлімде еще қиындық басталды, достар. Мен ана жақтан вообще кеткім келіп тұрған жоқ. Бірақ ана жақта деген опасный ғой. Аккуратно түсу керек, ата дейтін. Мен андай тумка секілді емеспін, андай последний минуталарда тірі қалатын. Мына жақта өкілдер толы отыр ғой. Қазір қалмасам. Бір жыл таба алмадым ғой, достар. Заттарым жатыр. Шуш кеттім, достар. Жейтін заттарын жалпы болдым ғой. Уже қайту керек, достар. Келесі видеода болам мен енді. Бұл шақта құрысын. Заттарым қалып қалды ғой. Пока болады мына жақта. Зомбилар толып жүр ма? Мына жақта олардың спаннерлер ма бар екен. Қойым. Осымен бізде 6-шы бөлім біту керек, достар. Әлі біткен жоқ. Әне, келе жатыр. Палка бар ма өзі? Бір тапырымыз крафтить етіп алайықшы. Ата дейтін. Қарным ашып тұр. Осы тапор болмаса мен не істер едім? Сау достар, сау болыңыздар. Бүгінде біздің 4-ші бөлім бітті.